бір атақты бір үлкен кісі келді бір күні кабинетіме. Мешітте отырсам, келді, есікті жап деді маған. Ойбай, не болды, тыныштық маған, құлта есікті деді. Құлтана ма деді, құлтанады дедім, үстінен құлтады. Содан кейін мынандай көйлегін шешті. Аға, тыныштық па, не болды деп түсінен тоқтадық, отыр деді. Бұдан бәрін шешті. Сөйтсем, денесін кәдімгі сау орын жоқ. Көгала, қойды, өзі арық мынандай кісі. Бытшытын шығарып тастаған. Мына денеден төмен қарай белге дейін көрдім, аяғым бәрі осындай деді. Аға, тыныштық па, не болды, құладың ба, авария болды ма? Жоқ деді. Балам ұрып тастады мені деді. Балам мені ұрып тастады деді. Мас па, баласын да танимын. Балаң ұрдым, мас па не десем? Жоқ деді, сау дейді. Не үшін десем? Келінге сөйлеп едім, мені ұрып тастады деді. 82-дегі шал. Қараңыз, ұрып тастады деді. Отырып жылағанда әрең өзімді ұстап, мен де өзім көз жасым тия алмадым. Не істедім, айтшы деді. Не үшін оқыттым мен бұны деді. Не үшін адам қылдым мен бұны деді. Бесіктің ішінде өлтіре салатын едім ғой, мен бұны мұндай екен білгенде қажекем-ау деп құшақтап тұрып жылайды. Әрең өзін тоқтатты. Менің келген себебім, бүгін түнде мен өлем деді. Мен асылы өлем балам деді. Мен бұлай өмір сүре алмаймын деді. Мен бұлай үйге барамайым, қазір үйге барамда түнде асылы өлем деді. Ертең жаназаға келген кезде мен жаназамды оқымай қойма балам. Мен бұлай өмір әрең айналдырдым. Аға, қой деп жібердім. Түн таңға хабар келді. Өліп қалды деді. Мен бірақ білем неден өлген. Жүрегі ұстап қапты деді. Мен де енді қарадым, жуған кезде қарадым. Мойында милициялар жүрді, бәрі асылып өлді. Бизнестің бизнесі қолына ұстаған кісі. Байдың бай еді. Жеке меншік диірмені бар еді. Частный елде жоқ кезде. Сол кезде айтқан бір сөз жүрегімде қапты. Бұның бұндай боларын білген кезде дейді, бесікті өлтіре салатын едім мен мұны деді. Бүйтіп бір саусақты бүйтіп қойғанымда өлетін еді деді. Болды деді. Ешкім де білмей қалатын еді, балам-ау, қайтейін осы үшін бәрін істедім ғой, көретін күнім осы ма деп жылап өлгенін көзім көріп еді ағайындар. Сондықтан ата-ананы жақсы көру, ол оған сәлем салуда емес, құшақтап сүюде емес, соның жақсы тағдайы